Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алланың сендерге берген ризық несібесін арам, адал деп бөлдіңдер. Айтыңдаршы, сендерге Алла рұқсат етті ме, немесе Аллаға жапқан жалаларың ба, де. Аллаға өтірік жала жапқандар қиямет күні туралы не деп ойлайды? Анығында Алла адамдарға мархабатты, бірақ адамдардың көбі шүкірлік қылмайды. Ей Мұхаммед, сен қандай жағдайда болсаң да, Құранның қай жерін оқысаң да, сендер қандай бір іс істесеңдер де, онымен шұғылданып жатқандарыңды сендерді бақылап көріп тұрамыз. Аспан мен жердегі салмағы тозаңдай нәрсе де, одан кіші не үлкен болсын, Алланың көңіл көзінен жасырылмайды. Олардың барлығы кітапта, лаухул махфузда ашық жазылған. Біліп қойыңдар, анығында Алланың достарына қауіп қатер жоқ. Олар қайғы қасірет шекпейді де. Олар иман келтіргендер және тақуа болғандар. Оларға бұл дүниеде де, ақыретте де қуаныш бар. Алланың сөзі өзгермейді. Міне бұл зор бақыт. Ей Мұхаммед, олардың мүшриктердің сөздері сені жабырқатпасын. Күллі үстемдік Алланыкі. Ол барлығын естіп біліп тұрушы. Естеріңде болсын, жер мен көктегі барлық нәрсе, жанды жансыздың барлығы Алланың иелігінде. Алланы қайырып қойып, теңеген серіктеріне табынғандар неге сүйенбекші? Олар тек қиялға сүйенеді, сандырақтайды. Ей адамзат, Алла сендердің демалуларың үшін түнді, көрулерің үшін күндізді жаратты. Еститін қауымға мұнда көптеген дәлелдер бар. Олар мүшриктер Алланың баласы бар деді. Алла онан пәк, оның мұқтажы жоқ. Жер мен көктегі барлық нәрсе Алланың мүлкі. Осыған байланысты ешқандай дәлелдерің жоқ. Алла турасында өздерің білмегенді айтпақсыңдар ма? Ей Мұхаммед, анығында Аллаға өтірік жала жабатындар құтыла алмайды де. Олар дүниеден аз күн ғана игіліктенеді. Онан соң біздің алдымызға қайтады. Ең соңында кәпір болғандықтары үшін оларды азапты жазаға жолықтырамыз. Ей Мұхаммед, оларға Нұхтың әңгімесін оқып бер. Өз заманында ол еліне былай деді: Ей елім, іштеріңде менің тұруым және Алланың аяттарымен насихаттауым сендерге ауыр келген болса, онда Аллаға тәуекел еттім. Ал сендер және Аллаға теңеген серіктерің болып жиылып, маған істеріңді дайындап беріңдер. Істерің өздеріңе күңгірт болып қалмасын. Онан соң маған титтейде мұрсат бермей, істейтіндеріңді істеп көріңдер. Егер сендер менің насихатымнан тайқысаңдар, насихаттағаныма мен де сендерден ақы сұрағаным жоқ қой. Мен ақымды Алладан сұраймын. Мен Аллаға бойұсынушылардан болуға бұйырылдым. Олар Нұхты өтірікші деп мойындамады. Нұхты және онымен кемеде бірге болғандарды құтқардық та, оларды су апатына кеткендердің орнын бастырдық. Аяттарымызды өтірікке шығарғандарды суға батырдық. Ескерту берілгендердің ғақыбеті қандай болғанын көр. Нұхтан кейін пайғамбарларды өз қауымына жібердік. Олар еліне ашық мұғжизалар келтірді. Бірақ бұрын өтірік деп нанбаған нәрселерге олар пайғамбар келгеннен кейін де иман келтірмеді. Шектен асқандардың жүрегін міне өстіп бітейміз.
Олардан кейін Мұса мен Харунды Перғауынға және оның шонжарларына көптеген мұғжизалармен жібердік. Олар нәнсініп күнәлі қауым болды. Оларға біз жақтан ақиқат келгенде, олар мынау расында көпе-көрнеу сиқырлық деді. Мұса, сендерге түскен ақиқатты сөйтіп айтасыңдар ма? Осы сиқыр ма? Сиқыршылар жеңіске жетпейді деді. Олар, сендер ата-бабаларымыздың дінінен тайдыруға, әрі жер жүзінде Мысырда екеуің салтанат құруға келдіңдер ме? Біз екеуіңе сенбейміз деді Мұса мен Харунға. Перғауын, барлық білгір сиқыршыларды алдыма келтіріңдер деді. Сиқыршылар келгенде Мұса, лақтыратын нәрселеріңді лақтырыңдар деді. Олар лақтырғанда Мұса, сендердің көрсеткендерің сиқыр, оны Алла сөзсіз бұзады. Расында Алла бұзақылардың ісіне жақ болмайды деді. Күнәһарлар жақтырмаса да Алла ақиқатты өзі сөзі арқылы дәлелдейді. Мұсаға өз қауымынан Бәни Исраилдан бір топ адам Перғауын мен оның шонжарларының зиянкестігінен қауіптене тұрып иман келтірді. Перғауын шынында ол жерде өктемеді, шектен асқан еді. Мұса, уа елім, егер Аллаға иман келтіріп бойсынған болсаңдар, онда оған тәуекел етіңдер, Аллаға сүйеніңдер деді. Олар айтты, Аллаға тәуекел еттік, я Раббымыз, бізді залым елмен сынай көрме. Бізді залым қауымнан мархабатыңмен құтқара көр деп, біз Мұса мен оның туысына елдерің үшін Мысырда үй салыңдар, үйлеріңді намаз орны қылып, онда намаз оқыңдар, және мүминдерге қуанышты хабар айтыңдар деп уахи бердік. Мұса айтты, Раббымыз, расында Перғауын мен оның шонжарларына дүние тұрмысында сән салтанат мал мүлік бердің. Раббымыз бұл адамдарды жолыңнан адастыру үшін бе? Олардың мал мүліктерін жоқ қыл, көңілдерін қатайт. Өйткені олар қатты азапты көрмейінше иман келтірмейді. Екеулеріңнің тілектерің қабыл болды. Дін жолындағы үгіттеріңді жалғастыра беріңдер. Надандардың жолына ермеңдер деді Алла. Исраил елін теңізден өткізіп жібердік. Перғауын және оның қолы жауыздықпен оларды қуалады. Перғауын суға батуға айналғанда, Исраил ұрпақтары сенген құдайдан басқа ешбір құдай жоқтығына кәміл сендім. Мен де мұсылман болдым деді. Енді ғана иман айттың ба? Сен бұрын расында қарсыласқан бұзақы едің. Кейінгілерге ғибрат болу үшін бүгін сенің денеңді ғана жансыз түрде құтқарамыз. Шынында адамдардың көбі аяттарымыздан, ғаламаттарымыздан бейхабар делінді. Шынында Исраил ұрпақтарын Перғауын жоғалғаннан кейін жақсы жерге орналастырдық. Оларға таза ризықтар бердік. Өздерін ғылым, Тәурат келгенге дейін олар дінде қайшылықты болды. Раббың олардың талас тартыстары үстінде қиямет күні сөзсіз үкім шығарады. Егер біз саған түсірген кітапқа күдіктенсең, сен ілгері кітап оқығандардан, Тәурат, Інжіл оқыған яхуди, насаралардан сұра. Шынында Раббыңнан саған ақиқат Құран келді. Сондықтан әсте күдік күмәнда болма. Сен әсте Алланың аяттарын өтірікке шығарушылардан болма. Өйтсең, зиян тартушылардан боласың. Алланың лағнетіне ұшырауға тиісті болғандар шынында иман келтірмейді. Оларға барлық мұғжизалар, дәлелдері көрсетілсе де, күйзелтуші азапты көргенге дейін олар иман келтірмейді.
Юнус пайғамбардың елінен басқа азап апатын көріп, иман келтірген бірде-бір қала халқының келтірген иманы пайда бермеді. Тек қана Юнус елі иман келтіргенде, олардан дүние тіршілігінде қор қылатын азапты айықтырдық та, белгілі мезетке дейін дүние тірлігінен пайдаландырдық. Егер Раббың қаласа, әрине жер жүзіндегі адамның бәрі иман келтірер еді. Сен адамдарды иман келтіруге мәжбүрлейсің бе? Алланың әмірінсіз ешкімнің иман келтіруі мүмкін емес. Ой жүгіртпейтіндерге Алла азап береді. Ей Мұхаммед, жер мен көктегі нәрселерге қараңдар. Сенбейтін қауымға мұғжизалар мен ескертулер пайда бермейді. Олар өздерінен бұрын өткендердің басына келген апат күндерді ғана күтеді де. Ей Мұхаммед, онда сендер де күтіңдер, мен де сендермен бірге зауал табуларыңды күтемін де. Одан соң елшілерімізді, иман келтіргендерді құтқарамыз. Осылайша мүминдерді құтқаруға міндеттіміз. Ей Мұхаммед, ей адамдар, менің дінімнен күдіктенсеңдер, сендердің Алладан басқа табынғандарыңа табынбаймын. Сендердің жандарыңды алатын Аллаға ғана құлшылық етемін. Мен мүмин болуға ғана бұйырылдым де. Ей Мұхаммед, табандылықпен тура дінге бетте, мүшриктерден болма. Саған пайда да, зиян да келтіре алмайтын Алладан басқа нәрсеге ғибадат қылма. Олай істесең, сөз жоқ, залымдар қатарында боласың. Егер Алла саған бірер зиян келтірсе, оны Алладан басқа айықтырушы жоқ. Егер Алла саған бірер жақсылық ұйғарса, оның кеңшілік нығметін тойтарушы жоқ. Алла жақсылығын пенделерінен қалаған адамға береді. Алла аса жарылқаушы, өте мейірімді. Уа Мұхаммед, ей адамдар, сендерге Раббыларыңнан хақ дін келді. Кім тура жолға түссе, оның игілігі өзіне. Кім адасса, оның зияны өзіне. Мен сендерге қорғаушы емеспін де. Өзіңе жіберілген уахи бойынша жүр. Алла бір үкім шығарғанға дейін сабыр ет. Алла ең әділ үкімгер.